Айша терезенің алдында үнсіз отыр. Сыртта қыс, қардың бораны үйдің ескі терезелерін сықырлата соғып тұр. Тым-тырыс бөлмені тек сағаттың тықылы ғана бұзады. Бұл үй кездері балалардың күлкісіне, қуанышына толы еді. Бірақ қазір ол қуыс қараңғы үңгірге айналғандай. Айша 3 баланың анасы. Бірақ ол осы ана деген сөзді естіген сайын тола бойы тітіркенетіндей. Ол олардан безген қашан, қалай, не үшін мұндай қадамға барғанын өзі де түсінбейді. Мүмкін өмірдің ауыртпалығы, мүмкін жүрегінде қалған жазылмас жаралар оны мейірімсіз қылып жіберді. Айшаның жастық шағы қиындыққа толы еді. Әкесі ішімдікке салынған, анасы балаларын асырау үшін күні-түні жұмыс істеген. Үйде мейірім де, жылу да болмады. Айша ешқашан анасынан жылы сөз естімеді. Еркелеген емес. Уақыт өте келе, Айша да тұрмысқа шықты. Ермек есімді жігітпен бас қосып, бірінен соң бірі 3 бала дүниеге келді. Бірақ бұл бақыт ұзаққа созылмады. Ермек жұмыссыздықтың, жоқшылықтың құрсауынан шыға алмай, ішкілікке салынып кетті. Айша 3 баламен жалғыз қалды. Күндер, айлар, жылдар бірін-бірі қуып өтіп жатты. Айша базарда арба сүйреп, нәпақа тауып жүрді. Балаларының «Анашым, ашпыз, анашым бізбен ойнашы» деген дауыстары құлағынан кетпейтін. Бірақ Айша күндердің күнінде бәрінен шаршады. Ол өз өмірін құрбан етуден жалықты. Менің де бақытты болуға құқығым бар ғой деп, іштей айқайлайды да, ол бір күні сол күннен бастап Айша балаларын туыстарына таратып берді. Үлкенін әжесіне, ортаншысын ағасына, кенжесін балалар үйіне тапсырды. Оларсыз өмірім жеңілдейді деп ойлады. Бірақ жүрегіндегі ауырлық одан сайын үдей түсті. Жылдар өтті. Айша жалғыз қалды. Балаларынан хабар келмеді. Ол енді балаларын қайтарғысы келді. Бірақ тым кешеді. Үлкен ұлы Айдос анасын іздемеді. Ортаншы қызы Гүлнұр өз өмірімен әлек. Кенже ұлы балалар үйіне жаңа отбасын тапты. Көңілін алай-дүлей, ойлар билеп, Айша бір күні сол балалар үйіне барды. Бірақ оның кенже ұлы өз анасын танымады. «Сіз кімсіз?» деді ол салқын жүзбен. Сол сәтте Айшаның жүрегі сынғандай болды. Ол басын төмен салып, үнсіз кері бұрылды. Үйіне қайтып оралған Айша айнаға ұзақ қарады. Бетінде әжім, көзінде мұң, ал жүрегінде ешқашан жазылмайтын жара қалды. Ол балаларынан қашып бақыт іздеген еді. Бірақ бақыт ананың жүрегіндегі мейірімде, балалардың жүзіндегі күлкіде екенін тым кеш түсінді. Түн ішінде Айша терезенің алдында алыстағы жарыққа қарап отырып көз жасына ерік берді. Бірақ ол көз жастарының ештемені өзгерте алмайтынын білді. Бұл өмірде ана мен бала арасындағы байланысты ешқандай уақыт, қашықтық, өкпе, реніш үзбеуі керек. Айшаның оқиғасы мейірі мен жауапкершілікті маңыздылығын еске салатын ашты сабақ. Күндер өтіп жатты. Айша бір сәтке де ұлының «Сіз кімсіз?» деген сөзін ұмыта алмады. Ол сол күннен бастап өзін кешіре алмады. Үйдің іші қаңырап бос тұрғандай, әрбір бұрыштан балалардың бейнесі елестеп тұратын. Бір күні Айша базардан қайтып келе жатып, көшеде қайыр сұрап отырған жас баланы көрді. Баланың көздері тым мұңды еді. «Анашым» деп айқайлап бір сәтке баласының жүзіндей көрінді. Айша оның қасына барып, қалтасындағы соңғы ақшасын берді. Сол сәтте жүрегі әлде қайда жеңілдегендей болды. Айша өзінің бір іске арнау керек екенін түсінді. Ол қаладағы балалар үйіне ерікті болуға бел буды. Балалар үйінің ауласынан
Алғаш кіргенде балалардың көздерінен Айша таныс бір сезімді байқады. Жалғыздық пен үміт. Кішкентай қолдар оны ұстап, «Тәте, сіз бізге тәтті әкелдіңіз бе?» деп сұрады. Айшаның көз жасы еріксіз ағып кетті. Ол әр баланың басынан сипап, оларға тәттілер таратты. Бірақ оның жүрегі кенже ұлының жүзін іздеумен болды. Ол осы жерден оның бейнесін көргісі келді. Балалар үйінің директоры Айшаға алғыс айтып, «Сіз секілді адамдар бізге ауадай қажет» деді. Осылай Айша күн сайын балалар үйіне келіп, оларға ертегі оқып, тамақтарын әкеліп, әңгіме айтып жүрді. Балалар оған «Анашым» деп те айтатын болды. Бір күні Айша өз бөлмесінде ұйықтап жатқан кішкентай баланың қасына отырды. Ол терең ұйқыда еді. Баланың жүзі кенже ұлына қатты ұқсайтын. «Сен қайдасың балам, мені кешірдің бе?» деп сыбырлады ол. Кенеттен есіктің ар жағынан таныс дауыс шықты. «Сізді анам деп атауға бола ма?» Бұл оның кенже ұлы Нұржан еді. Ол қазір балалар үйінде тұрғанымен, анасының бетіне қайта қарауға жүрегі дауаламай жүрген. Айша орнынан тұрып ұлын құшақтай алды. Екеуі үнсіз жылап тұрды. «Кешір мені, балам, кешірші» деп Айша әлсін-әлсін қайталап тұрды. «Сіз енді кетпейсіз бе?» деді Нұржан. «Жоқ, ешқашан кетпеймін, балам». Айша балалар үйіндегі жұмысын жалғастырды. Ол Нұржанды өзімен бірге алып кеткісі келді. Бірақ директор оған, «Нұржанның жаңа отбасы бар, бірақ сіз онымен араласып тұра аласыз» деді. Бұл сөз Айшаны есеңгіретіп жіберді. Ол ұлының жаңа өмірін бұзғысы келмеді. Бірақ Нұржан анасымен күн сайын көрісіп бірге уақыт өткізді. Айша балалар үйінде әр балаға өз баласындай қамқорлық көрсетті. Ол өткен қателіктерін осы балаларға мейірім беру арқылы түзеткісі келді. Көктем келді. Балалар үйінің ауласында үлкен мереке өтті. Балалар қуанып, ән айтып, би биледі. Олардың ортасында Айша да тұрды. Нұржан оның қасына келіп, қолынан ұстап, «Анашым, мен сізді жақсы көремін» деді. Бұл сөз Айшаның жүрегіндегі ең ауыр жараны жазғандай болды. Айша өмірінің соңына дейін балаларға қамқор болып, жүрегіндегі ана мейірімін оларға арнады.